Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Еліміздің оңтүстік астанасы Алматы шаһарында билікке қарсы митинг өтіп жатыр. Оппозициялық күшке айналып келе жатқан демократиялы партия жетекшісі Жанболат Мамай бастаған топ Балуан Шолақ спорт сарайының алдына жиналған. Билікке қарсы бейбіт митинг белгіленген күні арнайы жасақта сол маңнан табыла кетті. Жергілікті уақыт бойынша күндізгі сағат 11:30 шамасында аумақты полиция қызметкерлері бақылап тұрғаны анық көрінеді. Спорт сарайының артында бірнеше автозактың тұрғаны байқалды. Алаңға жиналғандарды қоршауға алып, ешқайда өткізбей қойды. Митингіге келгендер елдегі қымбатшылық, саяси өзгеріс және Қытай экспансиясына қарсы талап айтып жатыр. Әдеттегідей маңайда интернет желісі өшіріліп, тікелей эфир жасауға да кедергілер келтірілген. Елден қуылған оппозициялық саясаткер, экс-банкир Мұхтар Әблязов та осыған дейін жақтастарын 6 шілде күні наразылыққа шақырып, видеоны жолдаған. Нұр-Сұлтан соты Әблязов құрған қозғалыс Қазақстанның демократиялық таңдауын экстремистік ұйым деп танығанымен Еуропарламент бейбіт оппозициялық қозғалыс деп атап жүр. Балуан Шолақ алаңына жиналғандардың қолында түрлі жазулар мен плакаттар анық көрінеді. Онда үкімет отставкаға кетсін, Қытайдың 56 зауыты елімізді отарлау, қымбатшылық қысып барады, Назарбаев кет, Алашорда астына біргеміз деген жазуларды ұстап, көк байрақты жамылған. Сөз алған қоғам белсендісі Жанболат Мамай былай дейді: біз қазіргі елде болып жатқан наразылыққа, қымбатшылыққа, Қытайдың экспансиясына және қазіргі мынау халықтың қиын әлеуметтік жағдайына, өте ауыр әлеуметтік жағдайына түбегейлі қарсымыз, наразымыз дейді. 6 шілде бұған дейін ел басшысы болған Назарбаевтың туған күні ретінде аталып өтетін, сондай-ақ Астана күні дегенде мерекелік атауы бар. Осыдан бір жыл бұрын өздеріңіз жақсы білесіздер, халық індеттен жаппай қырылып жатқанда көңіл күйді көтеруді ғана ойлайтын басшысымақтар салют атып масқара болған еді. Мұндай керексіздік биылғы жылы орын алмайды деп алдын ала тілдерін тістеген билік мәлімдеме де жасап үлгерген болатын. Елдегі болып жатқан бүгінгі жағдайлар және биліктің бағдары сіздің көңіліңізден шыға ма? Өз ойыңызды айтар, пікір ұсынысыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.